Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет, қолжетімді заттардан әрі оңай жасалынатын торттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын, және де менің YouTube парақшама тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін белгілеп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға қантымызды қосамыз. Одан соң үстіне 2 жұмыртқамызды қосып жақсылап миксерлейміз. Жақсылап араласқанша 2-3 минут бойы миксерлеп аламыз. Одан кейін сұйық майымызды қосамыз. Тағы да миксерлейміз 2 минуттай. Енді осының үстіне сүтімізді қосамыз. Сәл ыстығырақ етіп қоссаңыздар болады. Және де тағы да араласқанша миксерлеп аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді, яғни какаомызды, какаомен де рахат какаосы, ұнымызды және де разрыхлителімізді қосып, ең алдымен осындай силиконовый лопатканың көмегімен араластырамыз, ұндарымыз шашырап кетпес үшін. Одан соң барып миксерлейміз. Жақсылап 1-2 минут бойы миксерлеп аламыз. Неке корждары дайын болды. Енді осындай формамен де 20 см фольгаға орап аламыз, жақсылап 2 қабаттап. Одан соң мінекей коржымызды құйып 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Енді өздеріңіздің пештеріңіздің жағдайына қарай пісіресіздер. Және де піскен зубочистка арқылы білеміз. Зубочисткамен тесіп көрген кезде құрғақ болу керек. Беткі, яғни көтерілген жағын осылай пышақпен кесіп алып тастаңыздар, біркелкі түзу болу үшін. Одан соң үлкен пышақтың көмегімен осылай теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Ортасына кез келген қалаған кремдеріңізді жақсаңыздар болады. Мен осындай қаймақпен варенканы, яғни осы варенканың жартысын алып, үстіне 3-4 қасық қаймағымызды қосып, қаймақтарыңыз свежий болсын. Егер дәмі бұзылған қаймақ болса, кремдеріңіз дәмді болып шықпайды. Араластырып аламыз да корждарымызға жағамыз. Коржға пропитка мен сүтпен, яғни пропитка жасасаңыздар болады. Немесе жай осылай бірден кремді жағып шықсаңыздар болады. Көбірек етіп қоса беріңіздер, өйткені кремді осы корждарыңыз сіңіріп алатын болады. 2-ші қабатында үстіне қойып, қалған кремімізді жағып шығамыз. Барлығын жағып болғаннан кейін тоңазытқышқа 10-15 минутқа кремі қатқанша салып қоямыз. Одан соң бетіне осындай ганаш дедім, Қазақстан шоколадын сәл сүт құйдым және сұйық май қосып көзбен жасай салдым. Осының бетіне шоколадымызды осылай құйып шығамыз. Бұдан да қою қыл істесеңіздер болады, немесе бетіне әртүрлі қалауларыңызға қарай, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әртүрлі нәрселер сепсеңіздер немесе қойсаңыздар болады. Осының үстіне мен фисташка ұнтағын сеуіп шықтым. Жаңғақты майдалап сепсеңіздер де болады, немесе әртүрлі жеміс-жидектер қойсаңыздар да болады. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Ең бастысы оңай және қолжетімді заттардан жасалынады. 4 бұрышты етіп, пирожный етіп кессеңіздер де болады. Достар, міндетті түрде жасаңыздар, және де менің YouTube парақшама тіркеліп қойыңыздар. Өзімнің YouTube парақшамда әртүрлі рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға аз болсын, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.